Шахматта сіздің стратегияңызды өзгертетін үш қадам. Біріншісі орталық және тағы да бір рет орталық. Бұны түсінбесеңіздер, онда шахматта нәтиже ешқашан болмайды. Барлық қызықтың бәрі осы орталықта болады. Егер де сіз бұны білетін болсаңыздар, онда жақсы, білмейтін болсаңыздар, онда әрине сіздің болашағыңыз бұлыңғыр болады. Екіншісі ол батыл және белсенді ойнау керек. Ұмытпаңыздар, тек қана батыл адам ғана тәуекелге барады, сол ғана жеңіске жетеді. Және үшіншісі бәрін дұрыстап есептеу керек. Егер де сіз есебіңіз нашар болатын болса, онда да сіз деген үнемі жеңілесіздер. Кеттік. АТФ3, D5, B3, C5 және E4. Орталық қопарамыз және мына сарбазға шабуыл жасаймыз. Шахматтағы ең қиын ережелердің бірі, ең қиын әдістердің бірі ол сарбазды құрбан ету. Қаралар DE алды, ат G5, ат F6 және піл C4. Піл C4 Италия жолына сіздер деген пілді қоясыздар, мына F7-дегі сарбазға шабуыл жасайсыздар. E6 деп жүреді. Бұл E6 деген жүрістің бір кемшілігі, мына піл деген қиналып қалады. Содан кейін ақтар ат C3 деп жүрді, ат C6, піл B2, піл E7, рокировка, алдық және алдық. Енді біздің негізгі орталықтағы атымыз бар, тамаша. Италия жолында біздің піліміз бар, бұл да өте жақсы. Сонымен тағы да бір ескертем, орталық және тағы бір рет орталық. Осыны түсінбеген адам әрине шахматта ешқашан нәтижеге жетпейді. Тағы бір ескертем, осы орталықта бүкіл шаруаның, бүкіл мәселе осы орталықта болады. Қарсылас деген E5 деп жүреді, мына пілдің жолын ашу, және сіздер F4 деп жүрсіздер. F4. Біріншіден мына пілдің жолын ашу, екіншіден мына тураның да жолын ашудың амалы. Қарсылас алды, сіздер тура F4 деп алдыңыздар, және қарсылас деген ат D4 деп жүрді. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына пілдің мүмкіндігін шектеу. Ақтар уәзір H5 деп жүреді. Бұл жүрістің ең басты мақсаты болашақта мына тураның жолын ашу, F1-ге орналастыру. Қарсылас G6 деп жүреді және уәзір E5. Міне, тамаша, бүкіл фигуралар қай жерде орналасқан? Орталық және тағы бір рет орталық. Келесі мәселе, қараңыздар. Белсенділік туралы мен сіздерге үнемі айтам. Белсенді ойын, осы белсенді ойынның арқасында ғана, сіздерге батыл ойынның арқасында ғана сіз жеңіске жетесіздер. Ат D4, уәзір H5. Бұлай және уәзір E5. Белсенділік бар ма? Бар. Батыл ойын бар ма? Бар. Орталық бар ма? Бар. Келесі, қарсылас деген B6 деп жүреді. Біз тура A, F1 батареямызды құрдық. Бұл батареяның ең басты мақсаты мына жерге шабуыл жасау. Піл E6 деп жүреді. Біз піл E6 деп алдық. Ол бізді алды. Шах, мына жерде алдық. Енді соңғы үшінші қадам сіздің шахматта сіздің стратегияңызды өзгертетін үш қадам. Орталық және тағы бір рет орталық. Екіншісі белсенділік, тағы да бір рет белсенділік. Үшіншісі есептеу және тағы бір рет есептеу. Егер де сіз нашар есептейтін болсаңыздар, онда сіз ешқашан мықты шахматшы болмайсыз. Енді есептеуіміз керек. Ат F6 шах, патша H8, ат E8 шах, патша G8. Енді біз деген міндетті түрде бәрін есептеуіміз керек. Уәзір H8 шах, алдық және тура F8 мат. Сонымен тағы бір рет, шахматта сіздің стратегияңызды өзгертетін үш қадам. Біріншісі орталық және тағы бір рет орталық. Екіншісі белсенділік және тағы бір рет белсенділік. Үшіншісі есептеу және тағы бір рет есептеу.